қоян жылы қарсаңында аудан әкімінің жылдық орындалу салтанатына қош келдіңіздер. Қадірменді жерлестер, биылғы барыс жылы Алакөл жұртшылығы үшін табысты жыл болды деп толық сеніммен айта аламыз. Өйткені аудандағы барлық сала еңбеккерлері жылды толағай табыстармен аяқтады. Келер жыл береке бірлік жылы болсын, ағайын. Құрметті мереке қонақтары, 2022 жылда барлық қазақ елі балалар жылы аясында атап өтті. Тәуелсіз еліміздің құндылығын насихаттау барысында Алакөл ауданы да биік мінберлерден көрінді. Ел тәуелсіздігін тұрақтандырып, экономикалық дамуды басшылыққа алған аудан жұртшылығы әр саладағы реформалармен жыл сайынғы Қазақстан халқына арналатын жолдаулардағы басты тапсырмалар өз жемісін беріп келеді. Қазіргі таңда Қазақстан жас мемлекет бола тұра көптеген елдерден әлдеқайда алда. Еліміздің аяғынан нық тұруы, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және экономикамыздың жедел қарқынмен дамуы қазіргі таңдағы негізгі стратегиялық бағыттар. Бүгінгі Қазақстан тек өз орналасқан аймақта ғана емес, бүкіл әлемдік проблемаларды талқылауда және шешуде ықпалды рөл атқаратын ел атанды. Құрметті жерлестер, бүгін Алакөл өңірінің азаматтары бас қосып, жыл қорытындысын шығарып, жеткен жетістіктерді саралап, жыл бойы үлгілі еңбек еткен ұжымдар мен жекелеген азаматтарға номинация бойынша марапаттаулар тағайындалды. Ендеше алғашқы құттықтау сөзімізді және марапаттау үшін Алакөл ауданының әкімі Абдинов Алмас Сапарғалиұлына берейік. Құрметті салтанатты жиынға қатысушылар, егемендік жылнамасының тағы да бір маңызды белесіне жеттік. Ескі жылмен қоштасып, жаңа жылы қазан басқалы отырмыз. Бұл әрбір адам ерекше көңіл күймен қарсы алатындай айрықша әсерлі сәт. Біз өткен жылды қорытындылап, алдағы кезеңге жоспар жасаймыз. Егер өткен жолымызды саралайтын болсақ, 2022 жылы еліміз үшін оңай болған жоқ. Баршылық басты қазақ елі үшін қайғылы қасіретті қаңтар оқиғасы орын алды. Тәуелсіздік тұғыры шайқала жаздады. Сын сағатта мемлекет басшысы Тоқаев қиындыққа мойымай халықпен бірге екенін көрсетті. Қарулы күштермен қатерінің бетін қайтарып, халқымызбен кез келген сын қатерге төтеп беріп, барлық кедергіні еңсере білді. Президенттің санитарлық саясатының дұрыстығымен, ел игілігінің жолындағы өлшеусіз еңбектерінің арқасында 2022 жылы мемлекетімізде біршама саяси реформаларға қадамдар жасалды. Бүгінде жерлестеріміздің күнбай атқарған еңбектері мен аудан экономикасына қосқан үлестері үшін мереке қарсаңында жыл үздіктерін анықтап марапаттағалы отырмыз. Осындай істердің басында еліміздің аптал азаматтарының қатары арта берсін. Жаңа жылда сіздерге табыс тілей отырып, атқарылған қажырлы еңбектеріңізге алғысымды білдіремін. Алда тұрған міндеттерді лайықты орындаймыз деп сенемін. Келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтауымды қабыл алыңыздар. Елімізде бейбітшілік орнатсын. Сіздерге бақыт, отбасыларыңызға амандық, барлық істеріңізге сәттілік тілеймін. Жаңа жыл жақсылыққа толы болсын. Құрметті мереке қонақтары, барыс жылының қорытындысы бойынша үздік деп танылған азаматтар мен мекемелерді жариялауға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы президентінің жолдауын және мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруда белсенділік танытып, ауданның әлеуметтік, экономикалық дамуына зор үлес қосқан үшін 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қабанбай ауылдық округ әкімі Қабдылдаев Қайрат Құттыбекұлы жыл әкімі деп танылды. Аудан әкімі Алмас Абдинов. Номинациясымен Алакөл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы Нұрғалиев Қанабек Досжанұлы марапатталады. Аудан әкімі Алмас Абдинов. Жыл кәсіпкері номинациясы Тоймар супермаркетінің негізін қалаушы Болдырханов Сабыржан Серікұлы Қырықбаева Светлана Мұқашқызына тапсырылады.
Қазақстан темір жолы жүк тасымалы Алматы жол бөлімшесі жүк тасымалы филиалының достық бекеті үздік мекеме деп танылды. Басшының міндетін атқарушы Мамбетқұлов Мақсат Әділханұлы. Жыл демеушісі номинациясымен Айдындала көл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Сағатжанов Қанат Қапанұлы марапатталады. Үздік қоғамдық ұйым номинациясы Алакөл экосистема қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Бектемисова Гүлара Жұмжымақызына тапсырылады. Қазақ күресінен спорт шебері Жетісу бөрісі Еділбаев Мәди Мұхтарұлы тапсырылады. Жылда осы жерде біз үздіктерімізді анықтап, үздіктеріміз әлде бүгін 10 номинация болса, келесі жылы әрбір номинациядан әр салада өзінің үздіктері көбейгенсін. Сол үздік болсын, бұл стимул деп ойлаймын, келесі жылы анықтап үлкен жетістіктерге жетейік. Жаңа құтты болсын. Құрметті номинация иегерлері, сіздерге еңбектеріңізге табыс, отбасыларыңызға бақыт, жаңа жылда жаңа биіктерден көрулеріңізге тілектеспіз. Жаңа жыл құтты болсын ағайын. Берекелі кешімізге арналған концерттік бағдарламамызды назарларыңызға ұсынамыз. Сахнада жаңа жылдан емен әнші Фариза Смайылова қабыл алыңыздар.
Ауданымызда жаңадан құрылып, бүгін жаңа әндердің тұсауын кесіп отырған элит тобын сахна төріне шақырамыз. Бейбіт Оралдың әні «Боз жорға». Қошеметтеріңіз.
Латиф комедийдің әні «Бұлы-бұлым» орындайтын әнші Альбина Хамзина. Қошеметтеріңіз. Thank you.
Назия Исаева. Makin di awal
шақырамыз. Снег кружится, летает, летает.
Все, что было для тебя. Набывший на белый, набывший на белый, на этот чистый невесомый свет ложится самый первый, ложится самый первый, легкий и несмелый, на твои похожий след. Снег кружится, летает, летает, и поземкою гуля заметает зима, заметает все, что было для тебя. Раскинутся просторы, раскинутся просторы до самой дальней утренней звезды. И верю я, что скоро, и верю я, что скоро по снегу доберутся ко мне твои следы. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает все, что было для тебя. Karabağlar
сыйлаған. Ай, білек арқан көк суым, шумен өтсе ақ суым, айды мекен мақұлым, жайға мекен жақсылым, қара талым. Шаттан бай жақсылар, басындағы бақшылар. Жеті суды емен жарқын жайлаған, ей ағайын бізде дарман жоқ шығар, жоқ шығар. Жеті суды емен жарқын жайлаған, ей ағайын бізде дарман жоқ шығар, жоқ шығар. Ей ағайын бізде дарман жоқ шығар, жоқ шығар. Ай, білек арқан көк суым, шумен өтсе ақ суым, айды мекен мақұлым, жайға мекен жақсылым, қара талым. Шаттан бай жақсылар, басындағы бақшылар. Жеті суды емен жарқын жайлаған, ей ағайын бізде дарман жоқ шығар, жоқ шығар. Жеті суды емен жарқын жайлаған, ей ағайын бізде дарман жоқ шығар, жоқ шығар. Сағынған қамал салдырған елім, құт берекесін қондырған елім, рухымен ота жандырған елім, шегімде артқа шегімде дәстүрмен дінін қаптаған елім, тегімен тілін қаппаған елім, айбын ұмыты ақтаған елім, шегімде артқа шегімде бәріміз бірге ел үшін, бәріміз бірге жер үшін, ел жұртым бірге, халқымыз бірге, Қазақстанымыз ел үшін. Бәріміз ана тіл үшін, бәріміз көкке туу үшін, елім деп терде, елім деп өрде, татулық еңбек арысын. Азаттық таңы атқаны үшін, алтын дәндәгін тартқаның үшін, алтын күн қыран аспаның үшін, шегімде артқа шегімде ұлысқа ұлтқа бөлмеген халқым, шегіліп артқа көрмеген халқым, төрінен өзін еңбеген халқым, шегімде артқа шегімде бәріміз бірге ел үшін, бәріміз бірге жер үшін, ел жұртым бірге, халқымыз бірге, Қазақстанымыз ел үшін. Бәріміз ана тіл үшін, бәріміз көкке туу үшін, елім деп терде, елім деп өрде, татулық еңбек арысын. Бәріміз бірге ел үшін, бәріміз бірге жер үшін, ел жұртым бірге, халқымыз бірге, Қазақстанымыз ел үшін. Бәріміз бірге ел үшін, бәріміз бірге жер үшін, ел жұртым бірге, халқымыз бірге, Қазақстанымыз ел үшін.
келесі